білік жоқ. Білік жоқ па сонда? Интеллектуал ол ешқандай бітірсе бітірген шығар. Ол заводшының қандай білім болады ол? Өзім кейде мұқтаж шаққаныма талыстырамын. Онда интеллектуалдық білім нашар менен қайда? Мен әлемдік әдебиетті білем. Сіздің деңгейіңізде емес, иә? Сіздің деңгейіңізде емес қой. Жоқ, маған тең келе алмайды ол білім жағынан. Талай рет көзім жетті ғой. Мен екеуміз отырып қаламыз кейде, екеуміз жасымыз қарай екен. Ол мен отырған жерде отыра алмайды. Ол шынымен отырмын ғой мен. Өйткені менің білім әлде қайда мақтам. Махамбетті биік қойған кісі ғой Абайдан. Жоқ, Махамбетті басқаны кім біледі ол? Махамбет қайда, Абай қайда? Жоқ, оны оқыған егер Махамбет ол жағынан Мұхтар Шахан мен теңесе алмайды. Бірақ мен айтпаймын оны. Оны керек жоқ айналмай қоямын. Қазір мысалы мынау Путин бар, кім ол Путин деген? Ол бір пенде мысалы. Мынау орыстардың бір жағы сасық қылығы бар. Әйтпесе орыстарда данышпандар көп қой, а Путин патша болатын адам ба мысалы? Ол бір түлкі жүрген. Оның миы да шамат бар. Оңай? Оңай болды, Махамбет Қонаев. Ол аңқылдап қойған адам еді. Кейін қолдықты. Мұнаның Қонаевтың қолтығына кіріп кеттім. Бісміллә, рахман деп айт әуелі. Бұл балам нағыз ғылымның сөзі мәуелі. Жүрегімде зікір салауат, кеудемде жан аманат. Басында тәжді әулет, құлағымда азан қаумет. Көзімде нұр Мұхаммед, мұрнымда ырзық жәннет. Аузымда кәлем шақадат, қолымда қайыр сақауат. Бісміллә деп айт әуелі. Бойыңда Алла тәбәрәк, мойыңда парыз сүннет, уәжіп мұстақап. Жүзіңде иба әдеп, қалыңда иман әдет. Иығыңда қос періште ой берекет. Беліңде кемер қуат, зеңде зет құрмет. Рухыңда ақыл парасат, нәпсіңде сабыр қанағат. Аяғыңда жол шариғат, діліңде мағрипат. Алдыңда ақ бұлаң бір тарихат. Мақсатың бір хақиқат болмаса, сүрген ғұмырың көрген қызығың далбаса. Баталған пірден, атамнан қалған сөз еді. Үйреніп ал балам, көп жығимас мендаса. Деп бағдарламамыздың басын бісмілләмен бастау жөн көрдік. Қазақта аталы сөз бар, бісміллә, бісмілләсіз іс қылма деген. Эфирде сойған сұхбат бағдарламасы. Бағдарламаның жүргізушісі мен Бейсенбай Жұматұлы. Бүгінгі кезекті қонағымыз ақын, сазгер, драматург Исраил Сапарбай. Аға, қош келдіңіз. Сіздер қош келдіңдер ғой. Аға, денсаулығыңыз қалай? Жақсы ма? Аман есенсіз ба? Денсаулық деген ол енді мынау осы денсаулық деген сөздің өзінде не бар да, этимологиясы. Денсаулық дейді. Қазақ қандай ол данышпан халықпыз ғой. Осы денсаулық деген сөзі адам дені сау болмаса, ауырып тұрсаң, аурудың түрі жоқ қой. Басың сыздағаннан баста ол жүрегінен бәрі. Бірақ соны ең басы ойлаймын, осы денсаулық деген қазақтың данышпанды осы денсаулық сөзі деген сөзге қалай берейін, бәрін жинақтап берген. Дені сау болсын дейді мысалы. Дұрыс аға. Аман болайық дейді. Сондықтан да мен енді төсек татып жатырмын демесеңдер айта алмаймын мысалы. Айтсам ұят болады, өйткені жата әбден жан басым ауырған. Сондықтан да денсаулық болсын деген сендер ең бірінші алғыс сол ғой. Ең бата сол. Үлкендердің бата дені сау болсын. Дұрыс, ең басты деңіз сау болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Сондықтан да бүгін енді келіп жатқандарға, алдын ала хабарласқандарға рахмет, Құдайға шүкір. Мынандай бір игі жұмысқа мүмкін елге керек шығар осы. Елді көргісі келетін шығар. Сондықтан да бұл ел сағынды сізді аға. Ел сағынды сіз, көп шықпай кеттіңіз. Аға, енді Алматыдан мына жаққа қоныс аударыпсыз Қаскелең қаласына. Алматының ушы ұнамады ма? Не себептен қоныс аудардыңыз? Қанша жыл болды мына жақта тұрып жатқаныңызға? Алматыдан қашуыңызға не себеп болды былайша айтқанда? Жоқ, мен Алматыда қашқан жоқпын ғой енді. Енді оңашаны жақсы көреді ғой ақында. Қоныс аудардым ғой, енді пашта қашып шыққандай емеспін мен де. Ана ушудан сосын енді бұрындар мен мысалы жазушылар одағына барып тұратын. Жазушылар одағы қайда? Мыңнан аса жазушымыз бар ғой, Құдайға шүкір. Ана жолы осыдан 4-5 ай бұрын съезд болды. Съезге де бармай қалдым. Өйткені мен жатып қалдым ғой. Жатып қалған соң олар енді маған қарамайды ғой. Бірақ дегенмен де ол Алматы ғой. Сонау Өзбекстанды, солар Шымкентті, ақыры енді Шымкентте үлкен қала. Қазақстандағы ең үшінші қала бұл. Сонда оқыдым, сонда бітірдім, оқуды, сонда өлең жаздым, кітап шығардым. Бірақ бәрібір Алматыға келу керек болды маған. Одан да мысалы жаңағы мынандай не бар, француздардың сөзі бар. Поэт рождается в провинции дейді, умирает в Париже дейді. Біздің Парижіміз Алматымыз ал.
Керемет айтылған. Ауылдан туылған, мысалы ақын халықпыз ғой біздің. Бірақ дегенмен сондықтан туылғанмын Алматыға өледі деген әңгіме ғой. Дұрыс. Сонда әйтеуір Алматыға келу керек болды маған. Ақындар ауылда туып, Алматыда өледі дейді ғой. Сол шын болып тұр ғой. Бүкіл енді кітабын шығарып жатқандар да, ақын деп ақын айқайлап жүргендер бәрі Алматыдан жазушылар. Содан кейін Алматы мен үшін арман болды. Қалай оқуды бітірдім, содан кейін мәдениет басқармасында жұмыс істедім. Келдім бір жылдың ішінде бар ғой, ол мақтанған емес. Бәр адамның өзінің бір ақыл парасатыңа, тіптен өлеңдегі өзінің өрісіңе ойласын. Келдім дағам, сонау не бар ғой, жаңағы Сырбай Мәуленов, енді сондай ақсақалдармен мына бер жақтағы кадрлар қойып, мен бәрі бірден таныдым. Өйткені мінезім сондай. Мінезім жайлы да, кең міне. Оны кейін ол мысалы Сырбай Мәуленовті басқалар тану үшін бар ғой, қуандық шағын. Ол үшін сенің адамға ештеңе керек. Ал бізде мысалы ол жағынан мен құдайға шүкір мінезім солай. Көп адаммен таныссам, біліссем деп, оның үшін тем болем баса ақын жазушылармын. Аға, енді сіз елге танымал ақын кісісіз ғой, енді қаншама ән сыйладыңыз, өлең сыйладыңыз, драматургия сыйладыңыз, спектакльдеріңіз бар, аншлагтың өтеді Мұхтар Әуезов театрында. Аға, өлең демекші, өлеңді қанша жасыңызда жаза бастадыңыз? Жоқ, өлең болғанда дұрыс айтасың, ол енді өлең деген ол аспаннан ол жаңа сен қонатын құс емес қой. Ол қайда ақын екенін. Бізде бір әдет беріп кеткен, жалпы біз ақын халықпыз. Ақын халық, екі сөздің басын қоса алмайтын қазақ жоқ бізде. Өйткені оның біздің тұрмыс тіршілігіміз солай, тойда болсын, басқаларда болсын, айтысымыз болсын, біз соған әдеттеніп кеткенбіз, қанымызға сіңіп кеткен біздің. Бірақ солардың ішінен іріктеліп ақын болды деген. Ерекше ақын мысалы, мына Тұманбаев, Қадырмырзалиев, Сағит Жиенбаев мысалы, Мұқағали Мақатаев. Олар қалай іріктелді? Осындай мынау Алматыға келіп бәйгеге түсті. Содан баспа деген бар, газет бар, журнал бар. Сол кезден шыққан кезде оның бағасын кім береді? Халық береді. Қазақ деген халық береді. Кімнің кім екенін деген. Бірақ қазақ халқын енді ақын халық дейміз көбінесе. Екі сөздің басын қоспайтын ақын жоқ. Ол анау абай заманынан бергі жайымшылардан бері белгілі ол, серілерімізден белгілі. Міне сондай традиция, сондай дәстүр біздің қанымызда бар. Аға, өлең деген не сіз үшін? Өлең деген не сіз үшін? Өлең деген бе? Өлең деген менің тағдырым. Тағдырыңыз ба? Менің тағдырым. Керемет. Менің тағдырым болғанда ол мен қанымда барам. Өйткені қанымда бар болатын себебі, ол қанымда болмаса, ол енді мың жерден оқығанымен бұл саған дарымайды. Әрине көп оқу керек. Мықты ақын болу үшін, мысалы, алда кім бар? Абайдан бастап. Мен Абай жөнінде кітап берген адаммын. Жамырайдан кітап бердім. Өткен жылы 3 кітап бердім. Үшеуі мықтым Әмір Темір, бүгінгі көріп отырған ең мысалы. Содан кейін Абай туралы Имани Гүлдің төркін деген кітап бердім. Мұнардан екесе көп мысалы. Оны мен Абайды тек қана оқып қана қойған жоқпын. Өйткені Абай деген ол бәріміздің ұстазымыз. Ол мысалы өзбек ағайындарда Әлішер Науаи деген болса, мысалы немістерде Виктор Гюго деген болатын. Біздің қазақтың танытатын, әлемге танытатын кім? Абай. Одан бұрындар болды. Бірақ ол кезде олар сауатсыздау болды. Сосын жағы басқаша болды. Ақан сері, Біржан Салтар, олар серілер. Ал Абай ол сері емес мысалы. Ол Абай ұлы ақын. Мысалы Әлішер өзбек ағайындар, Әлішер Науаи дейді мысалы. Мені сондай дәрежеге берген. Біз Абайсыз мысалы, оны әңгіме айтпаймыз, Абайсыз өлең оқымаймыз. Сонда Абай ол дара, мыңнан, миллионнан дара шыққан адамдар. Сондықтан да ол енді олар сен оқымасаң, алдында кім бар, кім жоқ екенін білмесең, Абайның кім екенін білмесең, мысалы, ақан сенің кім екенін білмесең, сен ақындан кімге керек мысалы? Ол халықтың аузында, халықтың жүрегінде бол. Мен мысалы Шымкентте 5-ші бітірдім. 5-ші бітіргеннің өзіне де мен білімді, мына осындағы КЗУ бар ғой, одан артық болмаса кем емес менің білім. Студент кездің өзінде өйткені кітапхана болды. Пушкин кітапханасы. Оны кейін бізге сабақ беретін ұстаздар өте мықты болды. Мұны келген кезде мен Алматыға, тіптен Алматыға келмесем болмайтын болды. Алматы менің ауруым айналды мысалы. Алматыға келмесем ақын болмаймын. Ақын болмағасын мен сразу кімге керек? Сапарбаев. Келуім керек болды. Келіп тындым. Квартирада тұрдым, пәтерде тұрдым. Ол пәтерде тұрған кезде мана не бар ғой?
Сыған сиренадыз. Аха. Сол үйде кемпір деген тұрғаны кейбір жазылды. Ол тағдыры. Керемет. Ол енді мен мысалы Шымкентте отырсам қаяқтан сыған сирена жазылады. Көрдіңіз бе? Өйткені оны да мен шәмшіменен сол Шымкентте таныстым, білістім. Ауырып жатқан кезінде сол Алматыдан ауруханасына бардым. Аға, Сыған сиренасы демекші 30 жылдан бері аңшылықтың өтеді ғой, енді қазаққа сыйлаған керемет спектакльдердің бірі. Иә, жүріп жатыр қазір. Алдында өзім барып келдім жақында. Аға, соның шығу тарихын айтып жібересіз ба? Жалпы қалай туды? Сен сұрақты жылдан қойма, жай қой. Аха, Сыған сиренасының шығу тарихы қандай? Оның шығу тарихын жұрттың бәрі біледі. Бәрі біледі, мысалы, Сыған сиренасы деген соның атынан белгілі ғой. Мысалы, Шәмші Қалдаяқовтың өзі, мысалы, қаншама әндері бар. Бірақ соның ішінде Сыған сиренасынан ерекшелен. Өйткені ол енді ішін керек ұрттап қалап жүрген кезінде ғой. Ол кезде мына жазушылардағы мен енді жазушылардағы қазақ әдебиеті жұмыс істеймін. Қазақ әдебиетінде келгеннен кейін барып қой, мен мынау менің достарым болды, өзімнің қатарластарымда. Мұнда Еранбек, Кеңшілік мысалы, сосын 4-5 солармен бірге ішіп жүрдім енді. Ішіп жүрдім мысалы. Үйім жоқ, үйім ана жақта, Шымкентте. Бірақ өзім келдім ғой. Неге келдім мысалы? Өйткені маған жаңағы айтым ғой, жаңағы поэт умирает в Париже, рождается в провинции деп отырған сол. Ол Алматыға жетпесең, сен ақын бола алмайсың, 1000 жерден болса да. Сол жерде қалып қоясың. Уақыт деген жылдам ғой. Ол ертерек бармасаң болмайды. Солармен бірге үйсіз күйсіз 3-4 жыл жүрдім ғой. Үйім анаяқтың балашағым Шымкентте қалдым. Бірақ өзім жүрдім. Өйткені көруім керек болды. Мұқағалимен көрдім. Бірақ Төлеген мен көре алмадым. Төлеген ол кезде Ташкент жақта жүрді. Көрдіңіз бе? Сосын Қадыр Мырзали, Тұманмаған Молдағали баспаларда жұмыс істедім. Менің мынау Шымкенттен Алматыға келдім, бірақ мен тез өстім. Қызмет жағынан. Еңбекқорлығым. Тез өстім мысалы. Анаяқтан дайындалып келгенмін өзім. Оны филологпын мысалы. Сондықтан маған келген кезде ең бірінші маған өзім тұстастарым тану керек. Кімдер олар? Еранбек, Кеңшілік мырза, қатарластарым. Қатарлас болған олар біреу Кеңшілік, Мырзабек, Жұматай, мысалы, Жақпаев. Олар мен Шымкенттен келдім, кеш келдім. Үйлендім, үйленген бала шаға, олар басқа жағдайды, пәтерде тұрдым. Пәтерді тастап, өзім келдім ғой. Соншалықты Алматыға ауырғаным, Алматыға келмесе, не ақын болуым керек, не дүниеде болмауым керек, осындай принцип болды. Мен енді ақын болмауым мүмкін емес, өйткені мен туған анамның өзі өлең жазған кезінде, анамның туған ағасы керемет ақын болған, сырдың бойына белгілі ақын болған. Содан кейін менің қанымда бар ол. Сондықтан бірақ мен тек қана маған орта керек. Ол Шымкенттен оқып бітірдім, ондай жарыстар одағы жоқ. Осында қаңғырып сенделіп келдім ғой. Бір сөйтсе, бір орысы, қазақтың кемпірінің үйінде болдым. Оның Сыған сиренасын жазылуының үстіне барып, мүлдем бөлек қой. Алғаш мен пьесам. Ана кемпірден сөйтсем, кемпір сол кезде қазақтың қыздары енді ауылдан келеді ғой, қатысым деп. Жемпейге, сонда солардың бәрі мұны Жетім бұрыш деген бар, білесің. Жетім бұрыш деген жер бар. Карл Маркспен. Сөйлеп келіп тұр, сол қыздарды аулайды екен. Аулап, мен бөлмем бос, бөлмем беріп қоямын. Ол қыздар жемпейге неге түсем дейді ғой. Сонда ол қыздарды сатады екен ғой. Жігіттерге, басқаларға сатады екен. Алдап түсіреді екен. Сол алдап, аңгеден біреу босанып қалған тіпті. Ол байғұс бала, қыз бала, бұл әкесі ауылда қалған, енді бұлда оқимын деп оқылап қалған, ана уәде берген кемпір. 70-80 арасында. Жалмауыз кемпір ғой. Соны кейін барып тұрып, анаға балады, сен маған тек ақшаны беріп тұрсаң бол, бөлмем бос үйде екен. Мен сол үйдің бір бөлмесінде тұрдым ғой. Көзім жетті мысалы. Ана кемпірдің соншалықты қиянат жасағандығын, қазақ қызын бар ауылдан кейін аңқау қоза, жаңағы жігіттердің қойнына салып бір ақша алып көрдім. Өз көзіммен көрдім. Соны кейін ол кезде мен Жалын баспасында жұмыс істеймін. Жалын баспасы орналасым. Жалын баспасы мана кемпір тұратын үйдің тұрады. Пәтер жақын. Жақында. Соны кейін жұмысқа барып Жалын баспасы орналасым. Тұманбайдың
Кейін бір Қадыр Мырзалиевті көрдім. Ана үлкен ағаларым менен ұстаз ғой. Соларды оқу өстіп, содан кейін солардың қасында жүргім келді, тағдырын білгім келді. Содан кейін мен соларға жақын болдым. Әсіресе Қадыр аға менен Тұмамайға жұмыс. Одан кейін Шыңғылдағы қазақ әдебиеті газетінде жұмыс істедім. Бір жағы ол үшін бар, сен өзің мықты болуың керек. Иә. Өзің потенциалың мықты болуың керек. Мен мысалы Шерхан Мұрза деген өте қатал адам ол кісі, өте қатал. Соны маған таласты ғой. Баспаның азаматтар, жаңағы Тұманбайлар, басқалар, Сағи Жиенбаевтар маған таласты. Өйткені мен еңбекқормын да, көретін ұйықта жұмыс болса жұмыс беремін. Қазақ әдебиеті газетінде бәленбай жыл жұмыс істедім. Сонда шераған ешқайсысына бермей бәрінен тартып алдым. Сыра менмен деді. Міне, ал сол бір жағы, ол өзіңе де байланысты. Өзіңнің талантыңа, жұмыс қабілетіңе байланысты. Мен алға ең алғаш келгенде, үйде 3-4 жылдық қалды, үй жайына Шымкент қалды. Дұрыс аға. Ал енді өзім жалғыз өзім. Үйім жоқ, күйім жоқ, кім қайған мен? Содан кейін өзімге содан кейін бар, мынау баспаға, жазушы баспасына, содан қазақ әдебиеті бәленбай жыл жұмыс істеп, осы ағаларымның арқасында. Дұрыс. Сол кезде сіз үйде тұрған кезде ауылдан кейін ару деген пьесаны жазғансыз, иә? Мүсірепов театрының. Иә. Қателеспесем, сол қыздың аты Гүлдана болуы мүмкін, да? Жоқ, мен ол кезде мен мысалы мен пьеса жазамын деген ойымда болған жоқ. Мен әуелі өлең қатырмадым. Өлең. Сонда алғашқы кітабын бердім ғой. Мынау Жалын баспасында 5 жыл жатты. 5 жыл жатты Шымкентте жүрген кезде. Шымкент кезінде жүрді мен жар. Бірақ жыл жазды күні ақшамды айтып жинап барып, сөйтем дама кеңшіліктер жаңағы жұматайларға, Ағарянбектерге жуып қайтам да, мынау жоқ. Сөйтсем мен 5 жыл, 4-5 жыл баспада істеп жүрген, үлкен енді аттарын атамай ақ қояйын, ана темпланға қосамыз деп, жаңағы қалтамдағын берем, сөйтсем қайтып алсам, темпланда болмай шығады. Алдайын десе, алдаған десем тағы, адам көрсетейін білмеймін. Енді ақынды екінің бір ақын ғой, анжақтан келеді, манжақтан келеді тағын, сонысын менің орным олар бұл қалтасына ақша салатын болу керек, ол жағын білмеймін ғой. А мен өзім әрең жүрім, кедеймін ғой, қалтамда ақшам жоқ. Бірақ айтыр сол мен өлеңдеріме сендім ғой. Алғашы жинағым Аққу Арман деген. 5 жылдан кейін шықты ғой. 5 жыл жатты. Жыл сайын келем. Темпынағым мінеке айналайын дейді, темпынағым. Осы мына марқұм болып кетті, Сағи ағалар, Сұлтан ағалар. Солар көрсетеді, мына айналайын сұрады, сен Шымкенттесің, иә, мына темпынада тұрсың, Құда қаласы шығасың дейді. Сол мәз болып кетем да, соны жуам ғой. Жігіттерге жұматайларды тапқанымда. Соны қайтып, темпынада жоқ, кітабы шықпады. 5 жылдан кейін мен ойладым ғой, 4-5 жылдан кейін. Жоқ, мен Алматыға бармасам болмайды екен. Бүйтіп қашан қалданам жүрем. Бұл тағдырым менің, ақындық тағдырым ғой. Өлең жазасың. Өлең сенің қатарындағы мысалы Жұматай, Иранбектер менен 1-2 жас кіші. Олар кітап шығарар, мен әлі кітап шығара алмай жүрмін. Дұрыс. Өйткені танысым жоқ, көрдіңіз бе? Сонысын бір 5 жылдан кейін Аққу Арманым шықты. Содан кейін ары қарай жаңағы пьеса, драматург ол өзім еңбегім. Қазақ әдебиетінің мықты ақындардың бірі Мұхтар Шахан, Шәмші Қалдаяқовтың бірге қазаққа керемет әндер, өлеңдер сыйлады ғой. Жалпы Мұхтар Шахановтың көзқарасыңыз қандай? Сіздің араларыңызда келіспеушіліктер болды дейді, ол қаншалықты рас? Біздің арамызда мысалы ол енді ол кезде Мұхтар Шахановта Шымкенттен ғой. Шымкент болғанда ол менен ол екеуміздің жасымыз бірдей. Құрдассыздар? Құрдаспыз. Бірақ дегенменде ол кезінде оның бір артықшылығы болды, сондай себеп болды ма? Шәмшімен болды, бірге болды. Сонысын Төлеген Айбергеновпен бірге болды. Сырбан Мөлен емес, Сабырхан Асановтармен бірге болды. Мен оны оқып жүрген кезімде, оқудан жаңадан оқуға түсіп жүрген кезімде, ол уже мынау неге? Мен оқыған педниса бар ма Шымкентте? Педниса заочный тапсырды ол. Сырттан оқыды, ол очный оқыған жоқ. Не екенін қайдан білмеймін. Мен ол кезде қалай заочный бір керек қой енді. Очный бір керек. Сонда оқыды, 4-5 жыл оқып жүрген кезде, ол кәдімгідей Төлегендермен бірге жүрді ол. Содан кейін Шәмші Қалдаяқовтармен араласып жүрді. Ол ерте есейді ол жасында. Екеуміздің жасымыз бірдей. 42-ші жылғымыз мысалы, жасымыз бірдей. Бірақ енді ондағы мен шын айтуым керек қой. Енді адамда ақын болу үшін ең бірінші Алланың
несі болу керек, нығметі. Алладан сен туғаннан ақын болып туғың керек. Мен жаңа өзімнің ақын болып туған себебім де нағашым, анам да ақын. Әсіресе нағашым сырдың бойына белгілі ақын болған. Ол өзінің үйіне жаңағы ақан серіле сияқты болып жүрген ғой. Қаңғырып жүрген атқа мініп. Көрдің бе? А мен соның тұқымындамын ғой. Менің анамның туған нағашым, менің үлкен нағашым ғой. Мен көбінесе енді ол үйінде бармайды екен. Бірақ сонда сол кезде мен оқып жүрген кезінде ол Мұхтар Шаханов ол ерте есейді. Ерте есейген төлегендермен бірге болды. А мен ол кезде оқып жүрмін. Мен фундамент қалап жүрдім, үйдің деңгейі бар. Фундамент. Ол фундамент тұғырым болмайды ғой. Мен оны бітіріп алуым керек бар. Содан кейін бір бітіргеннен кейін барып тұрып Алматыға үйді қалдырып, семьяны қалдырып, отбасын қалдырып, жалғыз өзім келдім. Жаңағы кемпір үйге тұрып. Бұл менің тағдырым. Мен мысалы шын ақын бар ғой, бұл өзім ешқандай тарих тағдырын қайталамау керек. Ол жағын мен мысалы Төлегенді қайталамаймын. Сосын Мұхтар Шаханов болсын. Бірақ мен былай интеллектуалдық қарасам, мен отырған жері Мұхтар Шаханов отыра алмайды қазір. Неге аға сол? Не себепті отыра алмайды сіздер? Оны сен өзің шамалап біліп olsun. Мен ол пединститутын өзім 4-5 жыл оқып бітірген адаммын. Ал ол жаңағы Шымкент пединституты сыртта тапсырған документін. Соң бір күні былай болды. Мен енді жаңағы комсомол комитетін басқарып сонда жаңағы ректорат дейді ғой жиналыс. Сөйтсем бір күні қарасам, жаңағы ректора бәріміз жиналып отырмыз. Сөйтсем, оның оғлым мысалы Мұхтар Шахановтың бізде заочный оқитұғын білмеймін. Сөйтсем, ол сыртыға тапсырған екен. Сөйтсем, оны тапсырып, ол жыл сайын ол сессияға тапсырып, қысқы жазы сессия бар. Сөйтсем, 25 пәннен қарыздар болды. Мұхтар, оны оқуға бітірген, тапсырғанмен ешқандай сессияға келмеген. Сосын бәріміз шақырып алды. Мен комсомол комитетіне жұмыс істедім. Енді шақырды. Сосын мына Мұхтар Шаханов деген біздерді сырттай оқығанмен бір сессияға қатысқан жоқ. 25 пәннен қарыздар болды. Демек ол біздің бір пединститутқа келеміз екен. Оқудан шығарып жүрейік деп ректор айтты. Сосын мен ол кезде дауысым жоқ, мен студентпін әрі. Комсомолда. Енді ана мұғалімдер айтты, жоқ, енді Мұхтар Шаханов өсіп кеткен азамат қой. Ол ертеңгі күні Мұхтар Шаханов біздің пединститут бітірген деген әңгіме болмай ма? Бізге оны ертеңі керек. Онда тұрған ештеңе жоқ ғой. Шығаратындар жетіп үлгере алмады. Ал Мұхтар Шаханов ол уақыт болмай жатқан ғой. Ол төлегендермен бірге тұрады. Жаңағы шәмшілермен бірге жүр. Сондықтан да ол ертеңгі бізге мақтаныш болады ол. Деп талас болды кәдімгі. Мен ол кезде оған мән берген жоқпын. Маған бәрі оқудан шығады. Сіз де Мұхтар Шаханов оқып бітірсем маған бәрібір ғой. Бәрібір маған. Мен де студентпін ғой. Содан кейін қазір есіме түсіп отыр. Сөйтсем бұл енді соны бітірсе де бір мектеп бітірді деп берген болуы мүмкін. Мұхтар Шаханов дипломды да. Мен онда оқыдым. Оқыда қандай күндіз түні. Мынау бізде не бар, Әбіш Кекілбаев деген кісі бар тұғын. Кафедра меңгерушісі. Әдебиеттен береді. Сол оны жаңағы мені тағы бір Нармахан Бегалиев деген жігіт екеуміз қазір доспыз. Жақында барғанда үйінде болады, құда қаласа. Екеуміз де өзім сол мені не бар, машинка бар тұғын ол кезде. Компьютер жоқ. Үйіне барды өзі диплом қорғайды. Соған жаңағы сықап бір кітаптар. Мен кімді кітапты жинадым, содан Түркістан көрдім. Өзім ұстадым, завтра кафедра. Сонда жаңағы содан кітаптарын, үйіндегі кітаптан ұрлап әкететін тұғым. Кітап ұрлағанда жаңағы соттамайды деген әңгіме бар. Үйіне қалаған кітапты алып та оқып тұрып кейін әкеп беретін тұғым. Сол кезде мысалы енді мына Мұхтар Шахановтар интеллектуалдық білік жоқ. Білік жоқ па сонда? Интеллектуалдық ол ешқандай бітірсе бітірген шығар. Ол заочный қандай білім болады ол? Ал мен де құдайға шүкір, мен сол кездің өзінде мысалы Пушкиндерді, Лермонтовтарды мен оқып жүрген адаммын. Ана кітапханаға барып. Білім мың жерден талант болғанменен мен өзім кейде Мұхтар Шахановқа талыстырамын. Онда интеллектуалдық білім нашар менен қайда? Мен әлемдік әдебиетті білем. Сіздің деңгейіңіз емес, е? Сіздің деңгейіңіз емес қой. Маған тең келе алмайды ол білім жағынан. Талай көзім жетті ғой. Мысалы мынау Шымкент деген жаңағы
Алматыдан кейін үлкен қала Шымкенттен. Мынау жаңа Қазақстан Жазушылар одағының өлкелік съездері болған кезде бәрі ақындардың бәрі соған жиналады. Көрдіңіз ғой. Мен оқуды бітіргеннен кейін диплом бар, қызыл дипломмен бітіргенмін. Содан кейін барып тұрып жаңағы Құдайға шүкір анда жұмыс істедім, баспаларда жұмыс істедім. Ол баспаларда жұмыс істегеннен оның интеллектуалды жоқ мысалы. Мен екеуміз отырып қаламыз кейде, екеуміз жасымыз қарай екен. Ол мен отырған жерде отыра алмайды. Ол шынымен отырмын мен. Өйткені менің білім әлдеқайда мықты болады. Бірақ оған мен сенен гөрі мен сенен білім мықты деп айта алмаймын. Ұят болады да. Ол ақын, туа бітті ақын. Бірақ интеллектуалдық білім керек ақынға. Әлемдік дәрежеде білім керек. Пушкиннің кім екенін сен білуің керек. Әлемдік поэзияны білмесең, сен бәрі қалып қоясың. Оның бір несі жағы өзін ұмтылып жүр ғой, ол кімнің қасында жүрді? Әңгіме сонда. Мен тек студент кезде болып жүрдім. Семьямен болып жүрдім. Мен енді Алматыға бірақ келдім. Ол мынау төлегендермен Шәмшілермен бірге жүрді. Ерте есейді ол. Ол ерте есейді. Бірақ онда интеллектуалдық білім нашар. Менімен салыстырсаң. Оған өзін тура айта берем. Мен отырған жерде ол отыра алмайды. Бірақ әңгімелесең, өзі кетіп қалады анау. Өзінің есін біледі. Қазаққа танымал тұлғалар. Адамда оның Мұхтардың бір несі, мен өзіммен тұйықтаумын да. Мен мақтанбаймын ешуақта. Бірақ менің білім бар. Кітапханада жүрген білім бар. Көп оқимын мысалы. Әлемдік дәрежеде Абай жөнінде екеуміз қойып қойсаң, кім қаншалық білерсің. Ондағы бара алмайды ол, тызақтай бастайды. Өйткені терең білімі жоқ. Ол кісі Абайды мойындамаған адам ғой, Махамбетті биік қойған ғой Абайдан. Махамбетті биік қойған кісі ғой Абайдан. Махамбетті басқаны кім біледі ол? Махамбет қайта, Абай қайта. Жоқ, оның оқыған егін Махамбет. Енді білімі бар, ақын ондай өлең айтам ба, сөз айтам ба? Сен дұрыс айтып отырсың, мінекей. Ол жағынан тайыз мысалы. Махамбет қайта, Махамбет мүлдем басқа ақын ол мысалы. Абай мүлдем басқа ақын. Мінекей. Мынау жазбақ қазақ деген қауымда қайда интеллектуалдық жағынан Абайдан озып жатқан ешкім жоқ мысалы. Ол білесің ғой, ол сол өзінде ол медресеге берген мынау неде Семейде. Сонда оқып жүрген кезінде анау мен осыны деймін, оның Абайдың трагедиясы, оны медреседе бітірткізбей әкесі Құнанбай шақыртып болған. Әңгімесі айда оның бір Абайдың трагедиясы сұмдық. Медресені оқытпады ғой. Бірақ ол шығыстың қайда мықты. Сол медресе деген шығыс әдебиеті. Осы күнге дейін мысалы батыс әдебиеттен гөрі шығыстың әдебиеті әлдеқайда. Парсы, араб парсы. Мен соның бәрін оқыған адам. Мақтан емес, оқыған адам. Дұрыс. Аға, мен өзім жеке пікірім ойым. Хаямды мен жатқа білемін мысалы. Қазақтың номері бірінші ақын. Бірақ ол жағынан Мұхтар Шахан мен теңесе алмайды. Бірақ мен айтпаймын. Оны керек жоқ айналмай қойыңдар мысалы. Аға, мен үшін қазақтың номер бірінші ақыны Абай деп есептеймін. Себебі Абай қазақтың данышпаны, кез келген тақырыпта өлеңдері бар. Енді қазақтың саясатының араласты кезінде мықты кісі. Оны ешкім салыстыруға келмейді былайша. Махамбет болсын, басқа болсын. Жоқ, мысалы Мұхтар Шахан ол оқудан кетіп қалған адам, жасы келіп қалды, сол емес пе? Енді ол қайра алмайды. Оқитын кезі болады өзі адам. Жас өсірген кезден бастап, менің Құдайға шүкір мен мақтана аламын. Мен сол күні студент кезінің өзінде де жаңағы Пушкин кітапханасы бар. Өте мықты кітапхана. Кейін барып мен оқып бітіргеннен кейін де Ташкентке барып ғылым академиясында елшілікте жұмыс істеп жүргенде әбден толықтырдым білімімді бар ғой. Интеллектуалдық білім болмай, сен туабіт ақын болсаң, сен туабіт ақынменен қалып қойсың бәрібір. Ал адамға ішкі білім керек. Ол жағынан енді Мұхтардың бір ішкі трагедиясы болды, ол білімін толтыра алмады. Көрдіңіз бе? Дұрыс аға. Қазір де оқуға болады, бірақ дегенмен жас ол өлең жазамын, оқу керек, көрдіңіз бе? Ал ең бірінші мысалы үй салу үшін бар, қарапайым мысалы. Үй салу үшін сен фундаментін жөндеп алу керек, фундамент. Фундаменттен басталды бәрі. Оның фундаменті бар мысалы. Содан кейін бар шатыры бар, басқасы бар. Ал ол жағынан қалып қойдым. Не екенін білмеймін.
Өйткені жүріп қалды кімдерім. Шәмшілерім менен Төлегенмен жүріп қалды. Ағалары Төлеген деген Төлеген Айберген мен білем ғой. Ол деген туа бітті ағам ғой. Бірақ 28 жасында кетіп қалды мысалы. Мысалы, Сергей Есен 28 жасында кетіп қалған адам. Мен кейін мысалы осы күнге дейін бар ғой. Мысалы мынау Сергей деген пьеса жазып қойған мен. Сергей жөнінде. Ол Сергейдің 28 жас өмір сүрген. Пушкиннің өзі 28-29-да қайтыс болып кетті. Ол адамдар болады мысалы. Олар ерте кетіп қалады. Ерте есейеді. Мұхтар Шахановтың мүмкіндігі бар еді. Мен ғой жаңағы оқуды бітіргенге беріңде, одан кейін партия мектебін оқыдым мен мысалы. Партия мектебін іште партийінші болдым. Оны да оқыдым ғой мысалы. Ол Алматыға келгеннен кейін мен оқуым керек болды. Маған мысалы ақынға мысалы менде ақынға партия мектебім қажет жоқ. Бірақ мен оқуға түсуім керек болды. Өйткенде бір күні жаңағы газет істеп жүрмін. Алматыға келуімнің себебі бар ғой. Алматыға келмей ақын болмайтынын түсіндім. Алматы деген ақындардың қалай солай мысалы. Парижде солай мысалы. Парижде ақын айтқан сөз бар. Поэт умирает в провинции, рождается в провинции, умирает в Париже дейді. Біздің Алматы сол деген қарағанда ол Парижден Париж сияқты. Алматыға келіп оқуға түсіп бітірмей, сен бәрібір ақын бола алмайсың. Олар көзіне дейді мысалы, Алматы деген бәрі өте бар. Қадыр Мырзали бәрі Алматыға келді. Алматы деген ол ақындардың қаласы. Ол әншілердің емес, басқалардың емес, именно ақындардың қаласы. Аға, сіздің керемет әндеріңіз бар. Бір Мұхтардың бір жіберіп алған өкініш өзі ішінен өкінді болды. Мен сөйтіп ойлаймын. Ол қандай өкініш? Интеллектуал білімі жоқ. Интеллектуалы білім үшін ол өзі оқу керек. Өзің оқуың керек. Ал енді мен мысалы Мұхтар Шахановтың үйіне болған жоқ мысалы. Мен араласпаймын да. Оған араласа бастасам, көбінесе өзін мақтайды да, мен дейді. Ол талантты адам еш оқтан мақтанбайды. Қаншама марапаттар телевизор ашқан кезде өзін алмай шыға береді да. Халық қазір өте білімді. Біздің қазақ халқы бар, ол кезінде жаңағы Төлеген Айбергеновтің кезінде, бірақ қазір халқы бар, әдебиетке, өнерге біздің қазақ халқы керемет. Өзектіре қарағанда біздің қазақ халқы интеллектуалды халық. Ал сол деңгейге ол ең бірінші ақын алда жүру керек. Мен шындығында, мен бір кейде Түркістанда осыдан бір 4-5 жыл бұрын бүкіл жаңағы Орта Азия халықтарының отырысы болды. Съезбе, құрылтайы болды. Сол кезде жаңағы мен жайғасын, келсем кімдері балды шақырған ғой. Келсем Мұхтар Шахановты да шақырған екен. Басқалар да шақырған. Сол бірақта түркі әдебиетінің өкілдері, Өзбекстаннан, Түркменстаннан, Әзербайжаннан ақындары келді. Мен кешігіп келіп келдім. Екі жағына отырымдамын, кешіріңіздер, мен кешігіп қалдым дедім. Сөйтсем, маған айтқаны кешірек айтты маған. Сөйтсем, жүргізіп отыр екен Мұхтар Шаханов. Түркістан біздің өзіміздің неміз ғой, қазақша. Білгенше түсіндір. Сонысын мен өнекейім барып тұр, маған алды, мен төрге озған жоқ, бәрі отырып қойған. Әзербайжан тұр. Сонысын бір көрініс айтады, оғажын ішкен емін болмыз ғой. Соны жүргізіп отырған, бірақта ол Сырайыл, сен өзің басқаршы. Мен мына оқу жағынан көп оншақ нем жоқ. Мына түркмендердің несін көп білмеймін. Деп өзі айтып қалды. Жүргізіп берсеші. Мен енді кешіп берген ешке отырдым. Онда тұрған не бар ғой? Соны мен кейінше оны бастап жүргізіп отыр екен. Жоқ, қазір Исраил Сапарбаев жүргізеді. Бұл осындай қазақтың таланты ақынаны деп дейді. Сөйткен оларға мені таныстырады, мен таныстырамын оқым Мұхтар. Бұлар мені білмейді ғой, бәрін оқымайды ғой. Түркмендер Әзербайжаннан мені не алады ғой. Соны кейін бір жоқ болмайды, мен бір жұмысым бар деді, маған тастап кетіп қалды. Дұрыс. Аға, осы... Соны кейін ол енді, демек ол мен қасында отырған енді, өзін өзі кемшілді, неге өйтіп психология мәмет. Жазушы болсын, өлеңші болсын, әдебиетші болсын, неге бір-бірін мойындамайды? Мысалы, Мұхтар Шаханов, Мұхтар Мағауин арасында бір келіспеушіліктері бар. Ол айсып қойды ғой. Ол пендешілік. Пендешілік? Одан басқа мен айта алмаймын. Пендешілік. Ол бейшарашылық дей алмаймын, бірақ пендешілік. Ол немес қазақ
қазақ құдайға шүкір ақын халықпыз ғой біз. Ақын халықпыз мысалы. Жер жүзінде мысалы біз о бастан ата-бабамыздың ақын халықпыз. Сонда неге ол Мұхтар Мағауин, прозаик, Мұхтар Шахан неге олар айтса керек, не жетпейді соларға, мен түсінбеймін. Өзің ойлашы, не жетпейді? Біз түсінбейміз, сізден сұрап отыр. Жоқ, оларға не жетпейді? Екеуінде даңғыл жол бар. Біреу прозаик, біреу ақын, ал енді елдің бәрі сол екеуіне қарап қалған жоқ қой. Неге олар айтысу керек? Неге бастары сыймайды? Ол айтысу деген бейшаралық демеймін, бірақ пендешілік. Екеуі де бейшара емес, екеуі де мықты, бірақ сол дүние соларға қарап қалған жоқ қой қазақ. Көрдіңіз бе? Мен білмеймін ғой мысалы, неге олар айтысады, тартысады. Олар таза ақын емес, пенде. Пенде. Ақын періште емес, пенде дейсіз ғой, пендешілік бар дейсіз ғой, иә? Мен жазған, ақын періште бола керек. Түсінікті аға. Ақын періште сипатты, періште бола алмайды, періште сипатты болу керек. Мысалы, көрдіңіз бе? Ақан серімен Абай екеуі айтысқан жоқ қой. Қайта Ақан серіні Абай үйіне шақырып алып қонақ еткен. Түсінікті аға. Ақан серіні мысалы. Сондай ұлық болсаң кішік бол деген әңгіме бар. Сен мысалы бүкіл әлем сол екі мұхтарға қарап қалған жоқ қой. Мен соларға кейде түсінбеймін да. Біреуі Америкада жүр, біреуі мақұл, бірақ дегенмен әлі айтысын қоймайды. Жоқ, ол деген менің бар, бұлардың жоқ ақын бар ғой, мысалы сен анау Мұхтар Мағауин ол жазушы, ол ғалым ол. Ол енді интеллектуал, басқара, оған қайда Мұхтар Шахан оған жетсе керек. Бірақ сол екеуіне қарап қалған жоқ қой дүниеге. Қазақтың бүкіл әдебиеті, өнері, ғылым екеуіне қарап қалған жоқ. Айтысасың ба, сен бірақ жалпақ және жаздың ба. Міне біздегі пендешіліктің осы. Анау бар шын өнер адам бар, періште сипатты болу керек. Егер мен мақтанып отырмын, менде періште сипаттың бар, мен білем. Халық сондықтан да сыйлайды, қорғады. Мен ешкімді жамандамаймын. Одан не шығады мен мысалы? Ол қатын өшек қой. Дұрыс аға. Аға, сіз 2011 жылы болған Жаңаөзен оқиғасына байланысты өлең шығардыңыз. Сен дауысың өзің. Аға, сіз 2011 жылы Жаңаөзен оқиғасына байланысты өлең шығардыңыз. Қазақ қазаққа оқ атты деген. Иә. Мынандай жолдар бар. Қазақ қазаққа оқ атты, айгүннің аманында, Жаңаөзен алаңында, жалп етті өшті жарық жақанның жанарында. Деп келесіде соңғы жағында жазықсыз абыл өлді, жазасыз қабыл қалды дейсіз. Өлеңіңізді айтам аға. Сол кезде бұл жерде Қабыл Назарбаев болған ма? Сіз соңғы өлеңіңізді айтасыз, соңғы жағында. Негім? Иә, баяғыда 2011 жыл жазықсыз абыл өлді, жазасыз қабыл қалды дейсіз. Бұл жерде жазасыз қалған Қабыл Назарбаев болған ма? Абыл мен Қабыл, иә. Жалпы қазақстан саясаты мысалы сенің бара қызық үшін Мұхтар Шахановтан сұрап көрші, Абыл кім, Қабыл кім? Білмеймін ол кісі? Ой, мен әңгіме соңында. Мен ана мұсылмандық баяғы Абыл мен Қабыл ғой. Абел Қабыл деген. Мен оқып қойғам, сол атам синтезінде оқып қойғам ғой. Абыл мен Қабыл біздің дұшпандық бар ғой. Адамның арасындағы ол руыз қаланы Абыл мен Қабыл екеуі дұшпан болып өткен. Сол заманның өзінде Абыл Қабылды. Көрген. Бірі әділдікті, бірі жаулық. Бізге соның ішімізге кіріп кеткенбіз, немеден білеміз, сол қанымызға кіріп кеткен. Неге біз Абыл Қабыл болғым келеді? Мен соны әдейі жаздым. Оны көбірек Абылың кім, Қабылың деп білмейсіздер. Сен оқысайшы, айналайын. Абыл кім? Көп оқу керек дейсіз ғой. Адамның жаратылысы ғой. Хауана мен адам атаның жаратылысы. Оны Мұхтар ол мен отырмын ғой. Сұрап қойшы қызық үшін. Кім ол дейді мысалы. Ол енді Әбіл деген ат бар, Қабыл деген білмеймін, бар ма жоқ па. Бірақ ана адамның аты әттегені бар. Құрдасыңыз... Менің драматургімде оның бәрі бар. Аға, құрдасыңыз Назарбаевқа қандай баға бересіз? Адами тұрғыдан, саяси тұрғыдан. Кімге? Құрдасыңыз Назарбаевқа қандай баға бересіз? Назарбаев менің құрдасым емес сол. Ініңіз бе? Қойшы оны менің, оны атамай-ақ қойшы. Атын естіңіз келмей ме? Жоқ, Назарбаев деген бар ғой, ол енді... Мына жерде тұр ма? Мен кейде ойлаймын ғой, жалпы қазақтың тағдырына бар, қазақтың тағдырына, қазақ деген тұтас халықпыз ғой. Ол бәленбайым 20 миллион бола ма, 30 миллион бар, 15 миллион қазақ деген халықпыз ғой. Мен көбінесе
басқалар емес, мына Өзбекстан мен Өзбекстан өте жақсы білемін. Өзбекстанда Туған елшілікте жеріңіз. жұмыс істегенмін. Мынау қырғыздармен емес, мына өзбек қазір 40 миллион асып кетті қазір. Неге асып кетті олар? Осыдан 15-20 жыл бұрын бізбен теңдес тұғын, көп болса 11 миллион. Қазір неге асып кетті? Ынтымақтан, бірігуден, мысалы, бір-бірін жақсы көрсе, дұшпан көрсе де жоқ, олар құшақтасады, мысалы. Бізден жағы бізге не жетпейді? Мына өзбектерге жетпеген жер бізге жетіп артады. Бірақ халқы жағына біз әлдеқайда қалып қойдық олардан. Біздің мына көре алмаушылық, қызғаншақтығымыз, мынау бір әр ұлттың бір өзінің бір несі болады, ерекшелігі болады. Жаман ерекшелігі, жақсы ерекшелігі. Біздің жақсы, біз кеңбіз. Жеріміз кең, оны кейін ба, анада дұшпан кең. Қазір мысалы мынау Путин бар, кім ол Путин деген? Ол бір пенде мысалы. Мына орыстардың бір жағы сасықлығы бар. Әйтпесе орыстарды данышпандар көп қой, а Путин патша болатын адам ба мысалы? Ол бір түлкі жүрген. Оның миы да шаман. Ал оны сондайда деп қойып қояды, мына өзінің агрессиялық несін бар ғой, бүкіл жер жіберін жаулап алып, сондайдан қойып қояды. Патша ол. Одан мына логикадан тұрғанға, кім ол Путин? Патша болуға лайық па мысалы сол? Ешқандай лайық емес ол. Оның ана көзінен сыртқы физиономиясын байқауыр. Орыстар әдейі қойып отыр мінекей. Біреу ақымақты қойып қояды, данышпанды қояды, сонысын барып білгені, ол білгені істейді. Керемет аға. Мынау Назарбаев, біз аңқаумыз, адалмыз, адал қалыппыз. Әйтпесе Назарбаевтар адам енді қалай 30 жыл билет дейміз, өзімізден қаламыз соған. Оны билеткен өзіміз соған. Қазақ. Өзіміз кінәліміз болады. Өзіміз билеміз. Алып тастап болар еді мысалы. Сонда неге олар? Біздің аңқаулығымызды, адалдығымызды пайдаланды ол. Пайдаланды. Мен осы қалың шапырашының ішінде тұрып жатырмын, мысалы мен қазір. Мен бәрін көріп біліп жүрмін. Бірақ бұлар енді 30 жылда білу болмайды ғой, мысалы. 30 жылда. Осыншалық мүмкіндік беріп қойған біздің аңқаулығымыз, адалдығымыз, адамға сенгендігіміз. Ең бірінші мен қазір оның себебін мен өзім сендерге айтайын. Енді өздерінің көздеріне жетемін. Оған кінәлі Қонаев болды. Қонаев болды, Дінмұхамед Қонаев. Ол аңқылдақ болған адам еді. Кейін қолдықты. Мынаның Қонаевтың қолтығына кіріп кеттім. Кіріп кетті, бүкіл биліктің бәрін аңғалдығын, тазалығын. Ол Қонаев қайда? Ол әбден дәурен сеппон адам ол кезде. Мынау соны анақтан бардым, қозылым қораға кіріп кетті. Ең бірінші Өзбек Жәнібек құртты ол. Иә, ол мықты тұлғалар. Өзбек Жәнібектің қандай кісі болған? Мықты кісі. Соны құртпай оны отырамайтын болды. Мен оның бәрін білемін. Мен саясатты жек көремін. Бірақ менде білім жетеді. Кімді кім құртып жатыр. Ол 25 жыл, 30 жыл білеген адамға мынау кіріп алды. Қайда көп неді ғой жаңағы, не ғой, бар болған. Бұнда білім жоқ, анамнау жоқ. Мынау кімді Өзбек Жәнібек деген бар. Ол кісі мысалы Россияның кезінде, алғашқы революцияның кезінде 7 жыл Россияның елшісі болған араб елдеріне. 7 жыл. Оның білімі деген масқара керемет. Оны құртты. Біресе жезқазғанға мәдениет басқара анамына лақтырды. Қасына жолатқан жоқ кімді, Назарбаевты. Бәрін құртты дейсіз ғой. Бәрін анайқа лақтырып отыр. Мынау Қонаев ол аңқау адам, аңғал адам. Мынаны қойына кіріп, бүкіл несін мынау біліп алады. Сосын бір күні бұл шыға кеткеннен. Оның зұлымдығы, зәлімдігі мен көз алдым енді. Бірақ айтпаймын, адам бар ғой, мен өзім данышмын деймін, бірақ кімнің қалай барғанын мемлекетке. Өзбек болу керек еді мынаның. Оның ең бірінші жауы, ананы құрту керек болды. Анаяға лақтыру үшін бар ғой, Қонаевтың несін оң қолы кіріп алды, сеніміне кіріп алды. Өйткені Қонаев ол кезде әптен өміршек болған, патша болды. Енді мынау керек болды. Мынаның адамға ақыл не үшін беріледі? Данышпандықта. Бұл данышпан болатын адам еді. Ақыл бар, бірақ өзіне пайдаланды, қара басына пайдаланды. Мінекей. Анау неде ЦК-да кімдер тұрды? Ең бірінші Өзбек Жәнібек. Қонаевтың қолыменен соны құртты мысалы мінекей.
Соныкін өзі шыға келді, одан басқа адам жоқ. Мен ол жоқ әрбір адам бар, өзінің патшасының кім екендігін қалай өсіген білу керек. Мен білем, 5 жасқа білем. Үйде отырып біліп отырмын мысалы. Ең бірінші Өзбек Жәнібек құрту керек. Өзбек Жәнібек қайда ол? Бүкіл Орта Азия гений адам болатын. Істемеген жоқ дейсіз ғой. Ол соны құрту керек ол. Ал ол енді қонай оны әбден бәленбай жүрпейлеген, оған шаруасы жоқ. Ана оң қолды кіріп алды, ана құрту керек, анау деді. Біресе жаңағы жазғанға біресе лақтырып жіберді. Жаңағы құртты мысалы. Өзіміз айыптымыз біз. Біздің қазақтың аңғалдығы, аңқаулығы, адалдығы, сенгіштігі. Міне. Былайша айтқанда білген істеді дейсіз ғой. Аяғы не болды мысалы мінекей. Мынандай заманда сен 30 жыл емес, 30 күн бізге артық не болады. Бағдарламамыздың қорытынды бөліміне азғантай сұрақтарым бар. Қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Қысқа нұсқа жауап берсеңіз, аға, сіз керемет тұлғасыз. Сіз үшін таң жалап әңгіме айту керек. Ой, мен де сөйлегім келіп отқан жоқ, бірақ ішім ақтарым. Ішім тола менің, білесің ғой. Ішіңіз толыққан екен, көрініп тұр, аға. Ішім тола менің. Аға, өмірді қайта жаңадан бастауға мүмкіндік берсе, қандай қателіктер жасамайтын едіңіз? Сен жылдам сөйледі екенсің. Өмірді қайта жаңадан бастауға мүмкіндік берсе, қандай қателіктер жасамайтын едіңіз? Өмірдің өзі, бар ғой, көп адамдар осы сұраққа жауап бере алмайды. Өмірдің өзі қателіктен тұрады. Шын азаматтың. Туғаннан бастап жүресің ғой, мектепке барғаннан бастап сенің аяғыңды апыл-сапыл басасың. Мынау қаншалықты өмірді көрсең, көзің жетсең, жақсы мен жаманға, соған басып жақсыны асырғың келеді. Ал жаманды жасырғың келеді, әйтпесе жаманды құртқың келеді. Бірақ оған сен қолынан келмейді ол. Өмір ол саған бағынбайды. Өзінің жағы, өмір тұта, жарық бүй деген ол Алланың дәрігерінде. Сен пендесің. Пенденің қолынан не келеді мысалы? Ештеңе келмейді мысалы. Дұрыс. Соған көзім жетті. Қолынан мен ешкім келмейді. А мен әйтпесе президент болуым керек. Әйтпесе бір бұйрықтау. А мен айтып сауырап отқаным сол. Ішінде менің өкініш тола. Менің ақындығым, сазгерлігім, драматургім жетеді. Бірақ бәрі маған жетпейді. Мен қазақтың болмысы, тағдыры, ертеңі, болашағы, мен шіркін-ай дегенімде, бірақ мен патша бола алмаймын мысалы. Патша болған маған жазбаған. Егер болсын қайтерім. Басқаша болар еді, мәнеке алмасында. Көңілім толмайтын себебі сол. Анаға неге көңілім толмайды мысалы, мынаға неге көңілім толмай жүр. Мен өйткені бұл кісіні мен жақсы білемін. 2 жарым жыл бірге жұмыс істедім. Әртүрлі білемін. Адамда бір ұстаным принцип болу керек қой. Міне, айта бере. Кетерсің. Аға, о дүниені қалай елестетесіз? О дүниені қалай елестетесіз? Şimdi, o дүниені о дүние деген. Біз кетеміз. Мысалы, мен қайту үшін келгенбіз дейсіз. 80-мен асып баратырмын. Бірақ 80-мен асып баратқанмен, жаңағы жұрт маған сенбейді мысалы да. Мынау ертеңде, бүгінге мына балдарым маған өмір сүре беру керек. Кім үшін? Мына балдарым үшін, келіп жатқан немелерім үшін бар. Сондықтан да мен мүмкіндігінше өзімді сақтауым керек. Қазақта сөз бар, мұсылманда сақтансаң сақтаймын дейді, Алла тағала сақтансаң сақтайды. Сондықтан да мысалы неге жүрмін мысалы да. Амалшық аяғымнан салып отырмын, артроз болып бар ғой, пандемия болдым. Былайша айтқанда, өмірге ешкім барып келе өзіңізді жұмақ жайға лайықтың деп ойлайсыз ба? Өзіңізді жұмақ жайға лайықтың деп ойлайсыз ба? Жұмаққа лайықтың деп ойлайсыз ба? Ол жұмаққа бара аламыз ба, бара алмаймыз біз пендеміз жаным. Ол мысалы қаншама даныш болсаң да, сен өзің жұмаққа дайындай алмайсың. Қиын дейсіз ба? Күнәсіз адам жоқ. Бірақ сол күнәні қашан қалай жасатқан өзің білмейсің. Мен жұмаққа барамын да, тозақтар барамын білмеймін. Өйткені мен адам жер басып жүрген пендеміз ғой, пенде. Пендем өзін періштейін деп айта алмайды. Дұрыс аға. Айта алмайды пендем. Мен жерден жоқ, сен пендесің ғой. Әйтпесе үшін періште болып тұру керек. Алла тағала періштені жасап барған бәрі, біз сізде жетеді. Біз пендеміз ғана. Бірақ мынау тірі кезінде Алланың бір алғысына, дәргейіне, болашағына, сол жұбаныш. Қуаныш жоқ бізде. Ала бүгінгі сойқан сұхбат ұнады ма?
Бүгінгі сойқан сұхбат ұнады ма? Білмеймін. Сойқан сұхбат ұнады ма бүгінгі? Жоқ, бұл сұхбаттар ғой. Менде ұнамады деп айта алмаймын. Бірақ мені ашу қиын. Мені ашу ішімдегілер толып қалған. Мен 80 жыл өмір сүрген адамда мен данышпан деп айта алмаймын. Бірақ өмірдің өтіп енді көбіне өзім андыр лақтырдым, мұнда лақтырдым. Мысалы, меншілікке емнеге бардым мен. Өйткені мына екі елдің арасында не бар? Дұрыс аға. Сондықтан да ол енді жұмақ, тозақ бір алланың бергені. Дұрыс аға.